Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі хабарымызда Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ұрлығы туралы сөз қозғайтын боламыз. Тимур Құлыбаев туралы осыдан бір жыл бұрын, өткен жылдың соңында, яғни 2020 жылдың 3 желтоқсан күні Financial Times газетінде Том Берджес есімді журналистің зерттеу мақаласы жарияланды. Онда ол Тимур Құлыбаевтың осы Қытай мен Еуропаны жалғайтын газ құбырын тарту барысында ақша қымқырған туралы және ол ақшалардың ондаған миллионнан тұратыны айтылды, жазылды. Іле-шала Тимур Құлыбаевтың заңгерлері Қазақстанның, яғни өзіміздің еліміздің бас прокуратурасына шағым түсірді. Өзінің осы іске қатысы жоқ екенін ақтап алу үшін, мәлімдеме жасау үшін. Бірақ ол жерде ол арыздарда осы Financial Times'тан бір жазғандарын жоққа шығару туралы талап арыз айтылмаған. Британдық сотқа өздерінің шағым түсіретін туралы айтылмаған, тек қана қазақстандық бас прокуратураға ғана арыз шағым түсірген. Ел күткендей біздің бас прокуратура мәлімдеме жасады. Онда ол энергетика министрлігі зерттеу жүргізді және ол жерде ешқандай да ақша қымқыру фактісі тіркелмегенін айтты. Бірақ бұдан кейін де Тимур Құлыбаевтың басынан бұл сейілген жоқ. Осы жақында ғана ақш конгресінде осы Тимур Құлыбаев туралы сөз болды. Миссисипи штатынан сайланған Бенни Томпсон есімді сенатор, өкілдер палатасының мүшесі, осы Тимур Құлыбаев туралы сол жерде мәселе көтеріп, Джо Байден үкіметін, Джо Байден билігін осы мәселеге назар аударуын сұрады. Өйткені Қазақстанды осы ақштың Америка құрама штаттарының сенімді серіктесі болуға ұмтылып отырған мемлекет және Орта Азиядағы мемлекет ретінде осы елде клептократияға назар аудару туралы ол Джо Байден үкіметіне өтініш жасады. Онда ол осы Джо Байден үкіметіне айтқан мәлімдемесінде Тимур Құлыбаевтың көп қаржы ұрлаған туралы. Мәселен, мысалы үшін осы Қытай мен Еуропаны жалғайтын газ құбырын тарту барысында Еуразия құбыр тарту желісі консорциумы деген компаниямен келісімшартта көптеген ақшаны қымқырып қалған туралы. Нақтырақ айтқан кезде, мысалы үшін соны құбыр жасайтын құбырларды негізі ресейлік және украиналық зауыттардан алған, бірақ сол зауыттарға Қытайдан құбыр жасайтын болат металл, болаттарды алып берген және оның болаттың әрбір тоннасын $935 сатып алып, $1500 осы ресейлік, украиналық компанияларға сатқанын айтқан. Және осы сату барысында $75 миллион Тимур Құлыбаевтың өзінің қалтасына жымқырғаны туралы айтылады. Және Бенни Томпсонның бұл мақаласында, бұл сұрауында, баяндамасында Тимур Құлыбаевтың басы бұл мәселеге бірінші ғана шатылып отқан жоқ екен, бұның бұрыннан басы дауалаған туралы айтылады. Мәселен, осыдан 14 жыл бұрын, 2007 жылы Тимур Құлыбаев Англияның ханшайымы Елизавета II-ның ұлы Эндрю Ханзададан Саннинг-Хилл парк поместьесін сатып алғаны. Және сатып алған кезде де оның өз бағасынан 3 миллион фунт стерлингке қымбатқа сатып алған, яғни 15 миллион фунт стерлингке сатып алған туралы айтылады. Және Тимур Құлыбаевтың Қазақстанда да өзінің жемқорлығы туралы кеңінен айтылатыны туралы ол мәлімдеме баяндамада айтылған. Енді бұдан қарап не айтамыз? Шын мәнісінде де солай. Тимур Құлыбаев Қазақстан Республикасы президентінің, бұрынғы президентінің, қазір Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде басқарып отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеуі баласы Қазақстандағы ең бай адам. Оны, мысалы үшін, Forbes тізімінде Қазақстандағы ең бай адам ретінде Владимир Ким көрсетіледі. Оның байлығы 4 миллиард 600 миллион болса, ал Тимур Құлыбаевтың әйелі екеуінің байлықтарын бөлек-бөлек көрсетеді, әдейі. 2 миллиард 800 миллиондық көрсетеді екеуіне. Бірақ екеуінің ақшасын қосқан кезде 5 миллиард 600 миллион доллар болады. Яғни бұлар отбасы, Тимур Құлыбаевтың отбасы Қазақстандағы ең бай отбасы. Бұдан қарап не айта аламыз? Тимур Құлыбаевтың жемқор екендігін әркез айтылады. Және біз демократиялық партия соңғы уақытта осы қазақстандық клептократтарға қарсы деректі фильмдер түсіруді бастадық. Бірінші фильм Алтай Күлгінов туралы болса, екінші фильм осы Нұрсұлтан Назарбаевтың сыныптасының ұлы, Нұрсұлтан Назарбаевтың қамқорлығындағы шенеунік, Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясындағы орынбасары Бауыржан Байбектің ұрлығы туралы фильм түсірілді. Сол фильм түсірілу салысымен Бауыржан Байбек 1,5 сағаттық сұхбат берді және қазақстандық сотқа арыз берді Жанболат Мамайдың үстінен.
Әрине, Бауыржан Байбектің бұл әрекеті Тимур Құлыбаевтың әрекетіне өте ұқсайды. Өйткені Тимур Құлыбаевтың басы дауға алған кезде де ол Қазақстан бас прокуратурасына арыз талап түсірді, бірақ ол британдық үкіметке арыз талап түсірген жоқ, өйткені өзінің жемқор екендігін біледі. Оған тек қана осы бас прокуратура Тимур Құлыбаев таза деген қағаз шығарып берсе ғана болды. Ал қазір Бауыржан Байбекке де сондай қағаз керек болып тұр. Яғни Жанбол Тынбайдың айтқаны өтірік, Бауыржан Байбек жемқор емес деген қағаз шығарса ғана болды. Ол ашық дебаттан қашып жүр, елдің алдына шығып өзін ақтап алуға қашып жүр. Бұдан біздің көретініміз, ол Бауыржан Байбек болсын, Тимур Құлыбаев болсын, бұлар Назарбаев жүйесіндегілердің барлықтары жемқор. Ардақты ағайын, бұдан қарап біз айтамыз, демократиялық партия тек қана митингтерге ғана шығып қоймай, пикеттерге шығып қоймай, наразылық шараларына шығып қоймай, осы Назарбаев жүйесіндегі шенді шекпенділердің ұрлығы туралы, олардың жемқорлығы туралы деректі фильмдерді нақты дәлелдермен түсіретін болады. Және сіздердің тараптыңыздан керегі осы деректі фильмдерді біздің осы эфирлерімізді кеңінен таратыңыз, пікір жазыңыз, әрбір азаматқа жеткізіңіз. Өйткені сізбен біздің байлығымызға, сізбен біздің несібемізге кімдердің иелік етіп отырғаны туралы, сізбен біздің қалтамызда кімдердің түсіп отырғаны туралы, Қазақстанның кең байтақ Қазақстанның бүкіл байлығын кімдердің ұрлап отырғаны туралы біз осындай деректі фильмдерді түсіретін боламыз. Сіз оны таратыңыз, жеткізіңіз, пікір жазыңыз. Және осы біздің демократиялық Қазақстан YouTube арнамызға және Facebook'тағы Жанболат Мамай онлайн парақшасына жазылыңыз. Біздің демократиялық партияның Назарбаев жүйесіне қарсы күресі тек қана үдей түседі. Және тағы бір айтып өтетінім, осы 31 мамыр күні Астана қаласында Республика мен Абай көшелерінің қиылысындағы ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіштің алдына барып, біз өз талаптарымызды айтамыз. Және қазіргі күнде де Назарбаев билігінен қуғын-сүргін көріп отқан саяси тұтқындарға бостандық талап етеміз. Және сіздерге арқа сүйейміз. Сіздер осы эфирді таратыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызда болған Абзал Достияров. Келесіде жүздескенше.